Пышақ тақап мені қорқытты. Полиция екі әйел алған жігіттің ісіне қатысты пікір білдірді. Шымкент қаласының полиция департаменті екі әйел алған жігіттің ісіне қатысты пікір білдірді деп хабарлайды Массагет KZ тілшісі. Айта кетейік, редакциямызға Фариза есімді қыз хабарласып, ол екі әйел алған жігіттің әйелі екендігін бар шындықты айтып көмек сұраған болатын. Бірден екі әйел алған жігіттің видеосы наурызда әлеуметтік желілерде тарап қызу талқыға түскен еді. Кейбіреулері бұны хайп деп сенбеген болатын. Фаризаның сөзінше, ол бүгінде бұрынғы күйеуінің үйінен кетіп қалған. Ол бұрынғы күйеуі оның суреттерін парақшасына салмаса екен деген өтінішті ғана айтады. Себебі бұрынғы күйеуі әлеуметтік желідегі парақшасында үшеуі әлі күнге дейін бірге тұратындай фото және видеолар салады екен. Алайда Фариза қарсы болған кезде оны күйеуі ұрып соғуы басталған. Менің мазамды алмаса деймін. Мен ол үйде тұрмасам да бұрынғы фото видеоларымды пайдаланып әлі күнге дейін менің фотоларымды әлеуметтік желіге салып отырады. Мен оған қарсымын. Әлеуметтік желіде салған суреттерінде менің көзім көгеріп тұр. Себебі мен оның алдында салма деп қарсы болғанмын. Осылайша мен ұрып жіберген. Қазір екінші әйелі де маған хабарласып, мазақтап, күйеуі екеуі бірігіп әр нәрсе айтады. Осы күнге дейін 2 ай бойы ештеме демедім, ал қазір шегіне жетті деп айтады Фариза. Ол полицияға бұл жайттарға қатысты арызданғанда екен. Бұл дерек аудандық полиция басқармасына тіркеуге алынып, жан-жақты тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Еске салайық, Фаризаның оқиғасы біздің бөлімде айтылған болатын. Яғни екі әйел алған жігіт Фариза және тағы бір қызды өзіне жар етіп алып, оны әлеуметтік желілерге сала бастаған. Алайда уақыт өте келе оның қарсылығына қарамастан әлеуметтік желіде видеоларды бөліскен, әлімжеттік көрсетті деп Фариза өзі айтып отыр. Сіздерге ана Фаризаның өтірігін айтайын. Анау 2 қабат болып келді. Сосын Ержан оны алды, амал жоқтан деп келтірген ғой енді соғанша. Енді маған қараңыздар енді. Біздің үйленгенімізге 4 ай уақыт. Міне 8 неделя 1 ден. 2 ай болды көтергеніне. 2 ай болды ғой әден. Міне 11.07.2023. Бауыржан қызы Зейнеп УЗИге түскен күн 2004 жылғы. Бақын, не айтады, не өтірік айтып жала жауады. Көтің ашыма до конца ашысын. Не істеген келеді, бәрін істе. Маған қызық емес, Фариза тағы айтам. Кішкене Аллахтан қорқып істеді, бірақ өзіңе де зиян тиеді кейін сосын. Сен жақсы.